на французскую. Куда поставим машину? İçerişehir. O. Çok güzel. İçerişehirге келдік. Ол деген ескі қала деген сөз. Бұл ЮНЕСКО-ның тізіміне енген сәулет Италияға ұқсайды, бір жағынан Францияға ұқсайды. Осындай көшелер Италияда сияқты. Олар кілемдерді жақсы көреді. Кілем мәдениеті дамыған Әзербайжан халқында, өйткені олар біздің бауырлас түркітілдес халқы ғой. Бізде де сондай кілем мәдениеті кеңінен тараған. Кілемді жерге жаямыз, қабырғаға да жая ілеміз кейде. Туристер Қазақстаннан. Ескі қала және осындай гелік тұр. Геленваген. Бақ. Кәдімгі бақ. Шынымен Бакуның сәулеті Европаның сәулетіне ұқсайды. Рим, Милан қаласындағы. Неге десеңіз, себебі Кеңес одағы заманында Бакуны Европадан сәулетшілер келіп, дизайн жасаған, ғимараттарды құрған. Сол себепті олардың сәулеті осындай Европаға ұқсайды. Ол 60-шы жылдары болған. Мысалы, «Бриллиантовая рука» киносы түсірілген кезде ол да осы ескі қалада, Черешехирде түсірілген. Қараңыздар, қандай әдемі ғимараттар. Крепость, бекет.
вариант вот. А мы здесь, да? Да, мы сейчас. Не, мы сейчас здесь. А, вот здесь, да? Сейчас пойдем так. И вот сюда. Ну вы знаете State дорогу, Historical Да, 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 Architectural Reserve Ичери-Шехир. Сюда не заходите, сюда зайдите. Да, но да. Будете искать выход потом. Все, мы за вами идем. Дидар, пошли. Нельзя потеряться. Смотри, как полупили. Вот осындай ескі қалашық, ескі қала. Черт побери! Машина едет. Поэт ақын. Алияға Вахыт. Оның жұмыстары басында көрсетілген. Я и подарим его жителям. Burası nasıl? Театр mı? Да. Ну, это памятник этим. А вот там это торговые, да, вот вы просто уже спешите, я поэтому. Burası park. Да, там если улица Низами, такая знаменитая, она как наподобие похожа на этот Арбат. На Арбат. Там. Потом здесь есть центральный универмаг там. Старый еще. А вот это, видите, вот это здание, вот это, в смысле, это стена старого города. А зимой у вас очень холодно? Нет, не так уж сказать, что холодно нет, я бы не сказал. Нормально, терпимо. Ну, если после лета зиму, то тогда это будет приятно. Так? Какая улица? Это, вот это Низами вниз идет. А это здесь пассаж называется, вот этот пассаж. Пассаж. Это проспект Азербайджана.